Атырауда 8-ші сынып оқушысы өз-өзіне қол салды. Жантүршігерлік оқиға 10-шы қыркүйекте болған. Қазір құзырлы орган оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Қаршадай қыздың мұндай әрекетке баруы мүмкін емес деген оның жақындары жағдайдың қалай болғанын түсінбей дал. Атыраулық әріптесім Жұлдыз Қайратқызы нақтырақ айтады. Бірнеше күннен бері әлеуметтік желіде тараған ақпаратты бүгін полиция растады. Қаладағы орта мектептердің бірінде 8-ші сынып оқушысы кешкілік уақытта өз үйінде көз жұмған. Оқуда озат, алғыр, үнемі жарқын мінезді жүретін оқушының мұндай әрекетке барғанын естіп, ұстаздары да аң-таң. Өйткені қыз бала сол күні сабаққа қатысыпты. Мұғалімдері ол күні оқушының ешқандай оғаш қылығын байқамадық, мінез құлқысынан өзгеріс көрмедік дейді. Оқушының ешқандай осыған дейін жаңағы өрескел қимылын я болмаса ол туралы бір жаман пікіріміз болған жоқ. Мектептің жақсы оқитын оқушысы, жаңа ақ көңіл, енді басқа да бір қылықтарын көрген жоқпыз. Енді бұның себебі не екенін өзімізге де беймәлім болып отыр қазіргі таңда. Буллинг болды деген ол өтірік. Қазір полиция аталған іске қатысты іс бастап үлгерген. Тергеу қылмыстық кодекстің өз-өзін өлтіруге дейін жеткізу бабымен қозғалды. Әзірге оқушының мұндай әрекетке не үшін барғаны белгісіз. Атырау қаласындағы жасөспірімнің өз-өзіне қол жұмсау дерегіне қатысты қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалды. Іске қатысты кешенді тергеу амалдары жүргізілуде, өзге ақпарат тергеу мүддесіне сәйкес жариялауға жатпайды. Айта кетейік, аталған оқиғадан соң өңірдегі барлық білім беру ұйымында түрлі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, әлім-жеттікке қарсы күрес шаралары күшейтілді. Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан.